Саламатсыздар ма? 126 мамандандырылған лицейіміздің мұғалімдері мен оқушылары. Менің атым Бауыржан Дәулет. Мен осы мектебімізде 5 класстан бері оқып келе жатырмын. Мектебіміздің іс-шараларына қызығушылық танытып, мектеп президенттігіне үміткер болып отырмын. Сіздер жалпы менің бағдарламаммен танысқан боларсыздар. Ол жерде мен 9-11 сыныптар арасында ұйымдар құру, спорт, білім, өнер жарыстарын өткізу, әр мерекеге жәрмеңкелер ұйымдастыру, мектепте Wi-Fi алаңын құру және де волонтерлік істі дамыту жайлы айта кеткенмін. 11 сыныптар арасында ұйымдар құру. Біздің мектебімізде білімді, өнерлі азаматтарымыз өте көп. Менің ойымша соларға арнайы топтар, яғни клубтар ашсақ жақсы деген ойдамын. Мысалыға, робототехника, театр, кітап және музыка өнерлеріне әрқайсына жеке-жеке топтар. Спорт, білім, өнер жарыстарын жүйелі түрде өткізуді мақсат етіп қойдым. Еліміздегі ахуалға байланысты біздер өткен жылы толықтай онлайн оқып шықтық. Яғни компьютер, телефон арқылы қозғалыссыз отырып қалдық. Сол себепті спорттық жарыстар біздің өз денсаулығымызға түзеуге септігін тигізеді деген оймен спорттық жарыстар ұйымдастыру дұрыс шешім деп есептеймін. Білім алу біздің басты мақсатымыз. Сондықтан да сыныбаралық пәндерден олимпиада өткізіп тұрсақ, ол да жақсы деген ойдамын. Өнер сайыстар да біздің жетіліп дамуымызға септігін тигізеді. Өнерлі оқушылардың жасаған заттарынан көрме ұйымдастыру жақсы деп ойлаймын. Әр мерекеге жәрмеңке ұйымдастырып тұрсақ, мектеп оқушылары мен жалпы мұғалімдеріне өте қызықты деген ойдамын. Мысалға, қыркүйекте күзгі жәрмеңкесін, ал қасиетті наурыз айында наурыз мейрамына қатысты жәрмеңке ұйымдастырсақ, өте қызықты. Волонтерлік істі мектеп ішінде дамыту, яғни табиғатты қорғау. Көктемде мектептің айналасына тал отырғызу, гүл отырғызу, яғни жалпы айтқанда көркейту біздің міндетіміз. Мысалға, әр сынып өз ағашын отырғызды.